Бұл бізде енді шығыс түрік қағанаты. Жалпы шығыс түрік қағанаты қалыптасқан территориясы бұл қазіргі Моңғолия территориясын қалыптасты 682 жылы. Себебі 603 жылы түрік қағанаты екіге бөлінгеннен кейін мына шығыс түрік қағанаты Қытайдың былай айтқанда құрамына кіріп кетеді. Ал батыс түрік қағанаты өзінің өмір сүруін жалғастырады. Енді шығыс түрік қағанаты өмір сүрген кезең бұл 682 және 744 жылы. Ғасырмен айтсақ, 7 ғасырдың 80 жылдары мен 8 ғасырдың 40 жылдары. Қай территорияда қалыптасқан? Қазіргі Моңғолия территориясында қалыптасқан. Сонда сіздерде сұрай сол мүмкін. 7 ғасырдың 80 жылдары немесе 7 ғасырдың ортасында қазіргі Моңғолия территориясында қалыптасқан қағанатты айтады шығыс түрік. Өйткені сіздер жаттамау керексіз, сіздер логически ойланып отыруларыңыз қажет. Енді шығыс түрік қағандары кімдер? Ең бірінші ол Қапаған деген есіммен байланысты. Жалпы Қапаған кезінде шығыс түрік қағанаттары орталық Азияны бағындырады. Одан кейін келген ол 716 жылы. 716 жылы Білге қаған Шытықы, яғни шығыс түрік қағанатының билеушісі болады. Тыңдаймыз. Яғни 716 жылы Білге қаған шығыс түрік қағанатының билеушісі болады. Кейіннен Білге қаған, одан кейін оның інісі болған Күлтегін мына Қытай мемлекетімен бейбіт келісімге қол жеткізеді. Бұл айтқан кезде. Сонда сіздерден сұрау мүмкін. Шығыс түрік қағанатына Қытаймен бейбіт келісімге қол жеткізген қағандарды айтасыздар, Білге қаған мен кім? Күлтегін есіммен байланысты. Жалпы 731 жылы Білге қайтыс болады, одан кейін артынша Күлтегін қайтыс болды, билікке талас басталады 731 жылдан бастап шығыс түрік қағанатында. Яғни осы билікке талас болып жатқан кезде шығыс түрік қағанатын 744 жылы ұйғырлар мен қарлұқтар талқандап шығады. Яғни былай айтқан кезде мына ұйғырлар және оның және қарлұқтар болған, қарлұқ тайпалары, осылар екеуі бірігіп 744 жылы мынау шығыс түрік қағанатын істейді, талқандайды. Сонда бұл айтқанда шығыс түрік қағанатын өмір сүруін тоқтатқан бұл ұйғырлар мен қарлұқтардың есімімен байланысты. Сонымен біз білуіміз керек, яғни бұл айтқан кезде 603 жылы түрік қағанаты ыдырайды, соның нәтижесінде Бытығы құрылады және Шытықы. Батыс түрік қағанаты қазіргі Қазақстан территориясында құрылса, шығыс түрік қағанаты қазіргі Моңғолия территориясында құрылған екен. Сол жағынан шатаспаймыз. Яғни шығыс түрік қағанаты қазіргі Моңғолия территориясында өмір сүрсе, батыс түрік қағанаты қазіргі Қазақстан территориясында өмір сүрген. Енді құрметті оқушылар, мыналарын жаттап алу керек. Мысалы, түрік қағандар кімдер? Ол Бумын, Мұқан, Ештемей. Батыс түрік қағандарды Тардуш, Тоныш, Шегу, Ешпар, Елтеріс. Шығыс түрік қағандарды Қапаған, Күлтегін және Білге қаған.